Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. ютубта мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Біз бүгін ешкіні немесе сиырды сауын аппаратымен сауған дұрыс па, әлде қолмен сауған дұрыс па деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Сол тақырыпқа жауап беруге барынша тырысамыз. Сонымен, жалпы табиғатта төл, жалпы мал төлдегеннен кейін оны міндетті түрде сүтін ішетін, ешкі болсын, сиыр болсын, ол сүтін ішкен кезде саумайды, ол оны сықпайды, яғни сығып, жаңағы сығу арқылы алмайды да сүтті табиғатта төл енесінің елінен сору арқылы алады. Ал адамдар қолмен сауған кезде оны сығу арқылы, яғни қалай сауады, біреулер бүйтіп тартады деген сияқты, біреулер жай ғана сиыр сауған кезде бүйтіп қысып сауады, ол біздер қысу арқылы, сығу арқылы шығарамыз да сүтті. Ал табиғатта жалпы төл енесінен қысу арқылы емес, сору арқылы шығарады. Мысалға, біздер қазір мынау ешкі сауға арналған ненің аппаратының сауатын стакан дейтін, екеуін стакан деп атаймыз біздер. Осының екі стакан, мына жақта ауа, мына жақта ортасынан сүт, мына жерде регуляр жууға арналған, сауға арналған, немесе жауып қоятын, сондай регулировка жасайтын жер. Мынау сықпайды, бұл тартпайды, желіні сығып тартпайды, бұл тек қана сорады, яғни вакуум арқылы, ауаны қысу арқылы бұл да сорады. Пульсатор болады, пульсатор жалғанады, пульсаторға өзінің тактілері болады, сол тактілер арқылы жаңағыдай осындай бір дыбыс шығарады. Одан енді жылдамдау болады былай. Яғни төл лақ болсын, бұзау болсын, өзінің енесін еміп атқан кезде, мысалы бұзау сиырды, лақ ешкіні еміп атқан кезде де байқасаңыздар, сондай бір режимді ұстап алып, солай сорады. Сору арқылы шығарады сүтті. Сондықтан да егерде табиғи заңдылыққа сүйеніп отырып айтатын болсақ, онда сығып сауғаннан гөрі жалпы мынандай аппаратпенен сорып, сүтті сору арқылы алған әлде қайда дұрыс болады деп, жалпы өзіміз сондай деп есептейміз. Енді дәл осы жерде ғылым және ауыл арнасына тіркелмеген болсаңыз, осы біздің арнамызға тіркеліп кетуіңізді сұраймыз, және видеоға лайк басуыңызды өтінеміз. Ары қарай жалғастырайық. Енді бұның кемшіліктері жайлы айталық. Сауын аппаратының кемшіліктері. Сауын аппаратының кемшіліктері жалпы бір-біріне ұқсамайды. Бұл техника. Техниканың неше түрлі түрлері бар, неше түрлі фирмалар, неше түрлі компаниялар, мыңдаған шығар, білмеймін нақты қанша түрі, қанша несі бар екен. Бірақ біреулер айтады, толық саумайды, біреулер айтады, көп сорып жібереді деген сияқты. Жалпы үлкен сауын фермаларына арналған нелерде мынау аппарат өздігінен тоқтайды. Өздігінен тоқтайды. Мынау несі сауып болғаннан кейін өзі тоқтайды. Ал біздің жағдайда бұл мынандай қолмен сауатын жаңағыдай жылжымалы дейміз ғой, жылжымалы аппараттарда бұл өздігінен тоқтамайды, оны өзің тоқтату керексің. Және де бір несі бар, көп сауып жібереді дейді. Көп сауып жіберетін негізі мұның өзінің вакуумының регулировкасын қоюға болады, өзінің өлшемін, өзінің деңгейін қоюға болады, кез келген несінің қысымының. Сондықтан да оны да жеңуге болады. Былайша айтқанда, бұл жалпы сауын аппараттарына қатысты емес, бұл әрбір фирманың дәл сіздің неңіз қандай екендігіне соған байланысты. Дәл сіздің сауын аппаратыңыз сапалы ма, сіздің сауын аппаратыңыз жақсы ма, соған байланысты. Негізінен түркиялық өнімдер жақсы болады деп өзім солай көп пікірлер естігем. Ал мынау негізі ресейлік. Біз осы сауын аппаратының толық обзор дейміз ғой, толықтай түсірген, біз қалай сауғанымызды бәрі осы YouTube арнамызда бар. Кіріп көріп қарасаңыздар болады. Бір-екі видеоның сілтемесін осы ненің астына да қалдыратын боламын. Осы видеоның астына және комментарий бөлімінің видеолардың сілтемелерін қалдыратын боламын. Мынау ресейлік, бұл ЧВМЗ. Жалпы енді кемшіліктері туралы айтып өттік. Мысалға тағы да бір айтатын несі бар, ол айтады қан туралы.
егер де дейді ешкіңіз жарайды бұл толық саумай ақ қойсын, сәл де болсын сүтке қан араласқан немесе сондай бір ауырып сондай жағдай болатын болса, сіз оны көрмейсіз не сауып жатқан, барлығы бірдей үлкен бетонға түсе береді. Иә, ол шындық, олар азырақ шындығы да бар бұл бұл сөздің азырақ шын несі бар. Және оған қарсы айтатын пікіріміз, жалпы мал ұстайтын адам, мал сауатын адам ол байқампаз болу керек. Алдыңғы бір видеоларымызда, былтырғы видеоларымызда шаруаның 5 қасиеті ме 6 түрлі қасиет туралы видео шығарған болатын. Сол кезде айтқан болатын, байқампаз адам болу керек. Яғни не болып жатқанын ол байқай алу керек. Көрмес түйені де көрмес дейді. Жалпы сүтке қан араластыруға негізі болмайды. Ол химиялық тұрғыда не болмаса биологиялық несін айтпай ақ қой, жай ғана мұсылманша былай дінімізге, асыл дініміздің несі бойынша қан ол арам саналады, сүт ол адал саналады. Алла тағаланың осындай бір жаратқан несі бар. Қан менен неден сүттің арасы желінде бұл тіпті бір пленка десек те болады. Бір жағы сүт, бір жағы қан, соны араластырмай Алла тағала бізге сондай нәрлі, құнарлы, жақсы тамақ сүтті береді. Бірақ оған қан өткізуге болмайды. Егер де шын байқампаз болсаңыз, мынау жер міндетті түрде барлығында әйнек демей ақ қойын, бір прозрачный дейді ғой, жаңа ар жағы көрініп тұратын. Бұл сүт өтеді, мынау сауылып келген сүт, мынау силиконовый ғой, енді былай өтеді да, ары қарай надан сіз көресіз, не сауып жатқан, не болып жатқан. Сиырларда болғанда мына жерлерде стекляшка дейді, мынандай несінде. Қазір көрсетейін. Мына жерде стекляшка дейді, біреулер окно деп атайды, жаңа терезе деп атайды, біреулер стекляшка, жаңа әйнек деп айтады. Осындай кішкентай ғана не болады, бұда жоқ. Осындай қымбаттау нұсқаларында. Сонда сіз әрбір желінінен, сиырдың әрбір несінен, мынау енді сиырға арналған, бұл ешкіге арналған, екеулік. Әрбір несінен, үрпісінен қандай сүт шығып жатқанын көріп отырса аласыз. Ал енді неге қан болады деген сұраққа да жауап бере кетейікші. Не үшін желіндегі жаңа сүтке қан араласуы мүмкін? Жалпы қой менен жаңа ешкі болсын, сиырдың болсын, баста айырмашылығы еркек малынан қарағанда ұрғашысы мейді сәл қатыгездеу болады. Неге? Өйткені еркек малы сүзіскен кезде бір-бірімен сүзісіп, таласқан кезде олар тура барып сүзіседі, мүйізге мүйіз, басқа бас. Ал ұрғаш мал сүзіскен кезде олар ең жанды жерінен, ең сондай бір әлсіз тұсынан сүзеді. Көбіне ұрғашы малдың сүзген несі бірден білдеді. Мысалы, талай нелерге, фермаларға барып, жаңа ем шаралар нелер жасап жүрміз ғой. Сол кезде білесің, мынаны ұрғашы мал сүзген. Ұрғашы мал сүзсе, оларда былай қолы мынандай ғой. Мына жердің неғса, ол өкпе тұсы, осындай тұсы. Аяқтың сол жағы несінен, жаңағы шатының арасы, ол желін тұсы. Осы екі жерден негізінен сиыры болсын, ешкі болсын, осы екі жерден түседі. Және сүзіп алып олар көтереді. Сол кезде желініне қатты соққы тигендіктен, жалпы желін тұсынан, сол несінен, екі шатының арасынан сүзіп, сол жерден қатты соққы тигендіктен көбіне сүтке қан араласады, жаңағы соққының әсерінен болады да бұл мәселе. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Енді плюстарын айта кетейік. Плюс несі жақсы мынамен сауғанның? Бірінші плюсы бұл тазалық. Бұған қыл түспейді. Мынаған желін дұрыстап жуып алып салдыңыз, желін салдыңыз, болды. Сіз алғаннан кейін оған ешқандай қыл не түспейді. Жалпы бірінші плюсы ол тазалығы. Және бір минусы бар, ол бетонның үлкендігі. Мысалға айталық, әсіресе ешкі сауған кезде бетонның үлкендігі үлкен, ол 20 литр, біздің жағдайымызда ол 20 литр. Бұл жаздың күні сауған кезде бұл өте үлкен. Біз талай мұздату сүт сауылғаннан кейін басты ережесі барынша жылдам және барынша тез суыту керек. Сүттің шыққан температурасы 38 градус болса, біз оны барынша тез суытуымыз керек. Ал бұл мынау неде
ондай нені жүзеге асыру өте қиын. Сіз 20 литр сүтті жинайын деп не қанша, мысалы айталық 20 литр сүтте мүмкін 4-5 ешкі сауасыз ғой. 4-5 ешкі сауған дегенше ол сүт өзінің температурасын жоғалтпай сол қалпында ұстап тұрады, әрі вакуумдық жүйеде болғандықтан, және ол сүтті ұзақ сақталуына, ары қарай ұзақ сақталуына кедергі жасайды. Сондықтан да біз мысалы андай мұздатқыш ішіне қалдық, ішіне алдын ала морозильникте қатырып қойып, сол сүттің ішіне салып қоятын сондай арнайы құрылғылар болады. Сондай да қолданып көрдік, және бұл аса қатты нәтиже бере қойған жоқ. Ал кейіннен біз жиі 20 литрге толтырмай жиі сүтті алып бірден мұздатқышқа салып, морозильник дейміз, сондай мұздатқышқа салып бірден мұздату арқылы сүтті ұзақ уақыт сақтауға тырысып жүрмін. Ал қыстың күні болғанда, күзде қыстың күні ешқандай несі жоқ, яғни алаңсыз сауа беруге болады. Тек жазда қатты ыстық болғанда. Ал кімде доильный зал бар, өзінің доильный зал дейді, сауын залы, ол жерде температура міндетті түрде бәрібір салқын болады. Оларға мұндай проблема, мұндай мәселе оларды онша қатты алаңдатпайды. Және бір айта кетелік, бұл техника. Ең бастысы бұл техника. Қолмен сау керек па, жаңағы немен сау керек па деген сұраққа жауабымыз: бұрын қолмен саудық. Бұрын күрдіде аналарымыз қолмен жуды. Шаң сорғыш болған жоқ, бәрін қолмен жасады. Қазір енді мүмкіншілік бар, және бар нәрсені неге қолданбасқа? Бұл таза сауат, бұл таза жаңағы жұмыс жасайды. Бұны жамандаудың ешқандай қажеті жоқ. Жалпы сауын аппараты кінәлі емес, сауын аппаратын жасайтын фирмалардың деңгейі жалпы қалай деген сұрақ міндетті түрде сол сұрақ болу керек. Ал жалпы сауын аппараты жаман деген ол дұрыс емес. Бар кейбір сауын аппараттары тіпті қолдануға өте ыңғайсыз, өте қолайсыз, сондай. Бар кейбір сауын аппараттар өте жақсы, өте сондай қолайлы. Былайша айтқанда, адамның бәрі жаман емес, жаман адамдар бар деген, ұлттардың барлығы жаман емес, жаман адамдар бар деген сияқты. Сауын аппараттың бәрі жаман емес, және бәрі де жақсы емес, бірақ арасында жақсы сауын аппараттар бар, жаман сауын аппараттар бар. Және айталық, стиральный машиналар сияқты ғой. Бұл да стиральный машинаның түрлері көп, сол сияқты сауын аппаратының да түрлері өте көп. Және бір ерекшелігі, бұл өзін өзі жуа алатын болу керек. Ең бастысы, мынау аппарат өзін өзі жуа алмаса, бұл өте қиын болады. Бұл өзін өзі жуу керек, өзін өзі қатты жаңағы қысымменен суды мынадан, мысалы бір шелекке біздер жаңағы тағы да бір минус айтатындар, сендер дейді, мынаны жуған кезде дейді, жаңағы химиялық тәсілдерді қолданасыңдар. Қолданамыз. Ыдыс жуатын, кәдімгі ыдыс жуатын құямыз да, жидкость дейміз ғой, жаңағы сұйықтықты, ыдыс жуатын сұйықтықты құямыз, оны көпіртіп аламыз да, мынаны екеуін салып қоямын. Осындайдан, мысалы, менде аппаратта екеуі ма, екі ешкіні қатар сауатын аппарат менде. Салып қоямын, бұл өзін өзі сорып, өзін өзі жуады. Ол енді химия ғой, сен химия қолдану ғой. Сіз дәл сол ыдыс жуатын аппаратпен ыдыс жуатын барлық ыдыстарыңызды сонымен жуасыз, қасығыңызды да сонымен жуасыз, аузыңызға салатын, тамақ жеп отырған тәжіркеңізді де, шай ішіп отырған неңізді бәрібір сол химиялық немен жуасыз. Сонда не, мен мынаны жуа алмайын ба деген сұрақ туындайды. Мен оны тек қана сөйтіп бір рет қана жуып өте салмаймын ба? Жоқ, бірнеше рет қайтарып жуамын, одан кейін оны шаямын деген сияқты. Сондықтан да мұнда тұрған ештеңе жоқ қой деп өзім ойлаймын, солай есептеймін. Және сіздер де менімен келісесіздер ғой деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы, және YouTube-та болған ғылым және ауыл арнасы. Міндетті түрде осы видео сізге пайдалы болған болса, азғантай ғана мәлімет ала алған болсаңыз, онда видеоға лайк басып, ары қарай чаттарда, топтарда таратып өтсеңіз, біз сіздерге риза болар едік осы нелеріңізге. Аман сау болыңыздар, мал жандарыңыз аман болсын. Көп сүт алыңыздар. Айтпақшы, бұл 3 ешкіңіз болса, 4 ешкіңіз болса, сауын аппаратын ешқандай қажет жоқ. Қолыңызбен сауа беріңіз. Аман сау болыңыздар.